Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шарлотка пирогын жасайтын боламыз. Бұл алмамен пирог. Бұл пирогтың жасалу жолы ерекше және өте оңай болып келеді. Дәмі керемет болып шығады. Әсіресе балалар өте сүйіп жейтін пирог. Негізінде шарлотканы жасаудың рецептілері өте көп, бірақ бұл рецепт өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Сонымен бізге қажет заттар бұл қант, ұн, айран, сұйық май, алма, жұмыртқа, қопсытқыш және тұз керек. Шым-шым тұз керек. Алдымен алмамызды жақсылап ашып аламыз. Толықтай барлық алманы тазалап шығамыз. Және алманың ортасындағы дәндерді де алып тастаймыз. Алманы толықтай тазалап алған соң, қалаған көлемімізде турап аламыз. Алманы үлкендеу ыдысқа салып, үстіне лимонның соғын құйып араластырамыз. Сонда лимон алманың тез қарайып кетпеуіне көмектеседі. Және пирогтың да дәмі ерекше болып шығады. Ал енді үлкендеу ыдысымызды алып, оған 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Сосын осы жұмыртқамыздың үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. Қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Қантымыз ерігенше, жұмыртқамыздың көлемі еселенгенше жақсылап миксерлеп шығамыз. Сонда біздің пирогымызда өте биік болып, көлемін жақсы көтеретін болады. Жұмыртқамыз ағарған соң, оның үстіне айранымызды құйып, кішкене араластырып жібереміз. Сосын сұйық майымызды да үстінен құятын боламыз. Сосын сұйық майымызды құйған соң, көп араластырудың қажеті жоқ, кішкене араластырып жіберсек болғаны. Одан кейін ұнымызға қопсытқышты салып, қамыр жасай беретін боламыз. Ұнды 1-2 рет бөліп салсаңыздар жетеді. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызға турап алған алмамызды салып, араластырып аламыз. Қамырымызды толықтай біркелкі қылып араластырып алған соң, формамызды дайындайтын боламыз. Формамыз менде диаметрі 26 см. Осыған салып аламыз. Кішкене бетін тегістеп жібереміз осылай. Ал енді бетіне крошка дайындаймыз. 2 ас қасық қант саламыз. Оның үстіне 2 ас қасық ұн саламыз және кішкене араластырып жібереміз. Ұн мен қантты біріктіріп. Сосын сармаймызды салып, барлығын араластырамыз. Үгітіп шығамыз сармаймызды. Қасықпен емес, осылай қолмен ыңғайлырақ, әрі жылдамырақ болып шығады. Міне дайын болды. Енді осы крошкамызды пирогымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Толықтай сеуіп, бетін тегістеп, сосын пісіріп ала береміз. 180 градуста 50-60 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Енді кішкене суытып алып, дастарханымызға қоя берсек болады. Дәмі өте керемет, дәмді болып шығады. Қатты тәтті емес, орташа тәттілікте болады. Және жұмсақ болып шығады. Күнделікті шаймен ішкенге өте дәмді, тәтті. Алғашқы жасағаннан-ақ дастарханыңызға қоятын болсаңыздар, барлығы сүйіп жеуіне сенімдімін.
Осы видеом сіздерге ұнаған болса және пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.